Хакас шире бокс спорткөрімін ағырин көлжі телі цықты. Анзына керечі болча ағыбында екінші қатерткен Спартак спорт бірігізінің сайына чарылған хазына сеніндегі марығы. Аның салтыры прайзын өріндірді. Пістің сарбақтар 2 алтын 4 қолы сайы қолға кергенер. Пүйл зағын күбарық шын бұлар. Москвада теракт болған жоның. Но неме все равно зрителер жоқ ертішес болды. 109 участок келген. Прай Россиядан келгендер мұнда. Неме пістің балалар 13 көзі қарабасқан мұндан, қапысқан жегеді. 2 бала финалға жеткен. Басқалары призерлар барлар әнді. Но мұндағы уровень иртай керек. Федерация боксы пыстан күсті. Мағат балар баршылар. Ол зарымания біде келіп парғанда жақсы городқа керек соревнование ұлы күлдірчі. Иди марғының қалғынжы чардығына пірзіңі 2 боксер сықпарыпсқан. Ол Максим Баргаяковның Канан Аджалов. Олар тренер Игорь Катаевтың қолында ұстарын таптапчалар. Пастақ алтын медальны Олимп училищесінің студенті Канан Аджалов 54 килограмм көдірімді ұтып алған. Екіншізін 6 килограмм көдірімді Чибіргі 2 школының үгірінжізі Максим Баргаяков қолға керген. Ол финалда Иркутск облысындағы спортсменге сыдан салған. Хакасияның боксшы федерациясы Спартак спорт бірігіздің сайына чарылған марғыны республикада 2 жылы ертірче. Аның ары пүл жақсы темнені паларға келіскен. Че Москва алтындағы қорылыстар қайпіре алызығыларыны керіпскенер. Андығда болза ағбындағы марыға саблық спортсменер келіп барғанар. Оларының бірсе Пекин ерткен Олимп ойынарының чемпионы Рахим Чахкиев болған. Ол мастер-класс перпулбан че сомға сурынарға маңнанған. Турнирді алан 2 саблық спортсмен Хонжық Минсудың сыған боксер Марк Петровский болған. Аның ағбыны жақсы танықча. Аның чедігілері Россияның телекей чемпионаттары. Хакасияда бокс телепшіткінне тың өрінче. Пучоқты идек республикадағы писарбақ Россияның біріктілген командасына алғыны паза боксшы федерациясы хазына сенінді 10 ең артық спорт бірігістерінің санына керілгені жақсы керечелепче. Спартак спорт бірігізінің қалғынжы сыйықтарын ұтқан 6 спортсмен, апарылып шыққан мақтығылы 9 пазоқ көсіп берген. Алтын медальлеріні қолға кергендер тізің апрель айының қалғынжы көнерінде Владикавказда, Россия Маринда арлазырлар. Альбер Колумаев, Антон Новожилов, хабарларға.